Қайырлы күн достар. Бүгін осындай керемет, өте дәмді, тез жасалынатын кешкі немесе түскі ас жасаймыз. Ол үшін бізге кез келген тез пісетін ет. Менде бүгін тауық еті, картоп, пияз, қырыққабат және сәбіз қажет болады. Мен тауықтың сыртын осылай алып тастаймын. Ол бізге қажет болмайды. Етімізді турап аламыз. Пияз бен сәбізімізді төртбұрыштап турап аламыз. Қырыққабатты да осылай турап аламыз. Картопты кішкене үлкендеу қылып, осылайша турап аламыз. Мінекей бәрі дайын болды. Қазанымызға сұйық май құйып, әбден қыздырып аламыз. Етіміз қызарғанша қуырамыз. Енді үстінен пияз бен сәбізімізді салып, кішкене қуырамыз. Үстінен өзіңіздің сүйікті қоспаларыңызды қоса бересіз. Менде бүгін тұз бен қара бұрыш. Мен тағы да үстінен соя қостым. Ол әдемі түс беріп, дәмі ерекше болады. Ендігі кезекте қырыққабатымызды салып, жақсылап араластырамыз. Көкөністеріміз әбден қуырылды. Енді үстінен картоғымызды салып, үстінен су құйып, 35-30 минут бұқтырамыз. Біздің дәмді асымыз дайын болды. Баршаларыңызға ас болсын.